Айсафи және достары. 3 бөлім. Сиқырлы сандық. Тарих кітабын оқимын деп ұйықтап қалыпты ғой. Айсафи, шіркін, тарихқа саяхат жасай алсақ қой деп армандайды. О, бұл не сандық? Бұл ненің дыбысы? Сандық қозғалып жатыр. Ол дірілдеп, ашынды. Қашыңдар, бұл сиқырлы қиын. О жоқ, ол бәрін сорып барады. Ұсталымдар, достар. Гүрс! Ойбу, қайда түстік? Бұл нағыз ежелгі базар ғой. Түйелер, саудагерлер, қарбыз абайла, қауындарды ездің ғой. Ал мынау кім? Арбаның үстінде домбыра тартып отырған. Иә, бұл әйгілі қу тапқыр Тазша бала. Тазша бала Айсафиге. Уа, болашақтан келген қонақтар, қош келдіңіздер. Мен сендерді күтіп отыр едім, деді. Тазша бала Айсафиді және оның достарын ежелгі базармен таныстырғысы келді. Киіз үйге қонақ қылды. Ал мына дастарханды қарандаршы. Бауырсақ, құрт, қазы-қарта. Тілі үйрет. Құлпынай, қайдасың? Ой, ол бауырсақтың арасына кіріп кетіпті ғой. Ал мұнда нағыз батырлар жаттығуда. Садақ тарту, атқа міну, күрес. Елді қорғау ерлігісі. Біздің апортта батыр болғысы келеді ау деймін. Тарт, апорт, тарт. Ойбу, өзі ұшып кетті ғой. Ал балалар, қандай ойын ойнауда? Ақсүйек ойыны сияқты. Айсафи мен Тазша алтыбақан теуіп жүр. Қандай керемет. Ешқандай телефонсыз ақ көңілді екен ғой, Тазша. Уа, болашақтан келген қонақтар. Қош келдіңіздер. Мен сендерді күтіп отыр едім. Уа, қалайық, той басталды. Ұлы даланың нағыз думаны осында екен ғой. Тазша бала ортаға жүгіріп шықты. Қарсы алыңыздар. Сөздің пірі жас Жамбыл. Және ақын қыздардың төресі сұлу Сара. Шіркін-ай, Жамбылдың екпінін қара. Домбырасын безілдетіп, нөсерлетіп төгіп жатыр. Айсафидің аузы ашылып қалды. Бұндай кереметті бұрын соңды көрмеген. Ал Сара ше? Ол да осал емес. Сөзі мірдің оғындай, өзі аққудай сыланған. Жамбылға берген жауабын естіп, бүкін халық ду күлді. Міне, нағыз тапқырлық. Айтыс қызып барады. Біздің қарбызда шыдай алмай билеп кетті. Дүңк. Ал апортше? Ол қолына ағаш алып, өзін ұлы күйші сезініп тұр. Тарта ғой апорт. Бәрекелді. Екі ақында тең түсті. Нағыз өнер сыйластық. Ал енді шашу, аспаннан кәмпит жауып жатыр. Құлпынайды қараңдаршы. Өзінен үлкен кәмпит ұстап алыпты. Бәрі мәз-мейрам. Міне достар, ұлы даланың өнері осындай. Мәңгілік әрі керемет. Жаса қазақ өнері. Міне балақай, біздің саяхат осымен аяқталды. Бұл арнайы шығарылым тәуелсіздік мерекесіне арналды. Сен көрдің бе? Біздің тамырымыз терең, тарихымыз бай халықпыз. Батырлардың ерлігі, ақындардың жыры, домбыраның үні. Мұның бәрі бізге ата-бабамыздан қалған сыйлық. Осы ғажап өнеріміз бен салт дәстүрімізді сүйіп қорғап жүрейікші. Себебі отанды сүю, оның тарихын білуден басталады. Мерекелеріңізбен кішкентай достар. Жаса Қазақстаным. Бізді үзбей бақылап отырғыларыңыз келсе, тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Біз үшін бұл өте маңызды.